Қазақ тілінің буылуы. 1989 жылы Өзбек Әлжанюк бастаған қайраткерлер жанкештілікпен күресіп жүріп, қазақ тілі мемлекеттік тіл деген мәртебені алған еді. Тәуелсіздіктен соң қазақ тілі екінші сортты адамның тілі деген статусқа түсіп қалды. Соның кесірінен қазақ тілінде таралатын классикалық мәдени құндылықтар аяқ астына тапталды. Қазақ тілді жастардың ел ішіндегі саясатқа, ұлттық мемлекет құру деген ұлы іске араласуына жол жабылды. Таза қазақша сөйлейтін адам мемлекетте карьера жасай алмайтын деңгейге жетті. Кез келген әкімшілік қызмет орыс тілін мінсіз білу керек деген талаптан айныған емес. Орыс тілді биліктің осындай қиянаты қазақ қоғамының өмірге құштарлығын аяусыз таптап келеді. 30 жыл бойы мемлекеттік мекемеде орыс тілін білмегені үшін теперіш көрген ата-аналар балам өзімнен асып тусын деген таяз түсінікпен бала-шағасын орыс мектебіне берді. Бірақ бұл да сәтсіз стратегия, себебі ұлттық менталитет пен мәдени идентификация тіл арқылы қалыптасады. Барлық ұлттық құндылық ана тілінің нәрімен дариды. Орта жастан асқан соң экзистенциялық күйреуге ұрынған орыс тілді қазақтар өздерінің нақты қай өркениеттің, қай мәдениеттің өкілі екенін анықтай алмай дал болды. Мыңдаған жыл тарихы бар Алтын Орда дәуірінен бері ана тілінде империя құрып, жеке хандық болып, ана тілдерінде неше түрлі мәдени, рухани құндылықтар өндірген көшпелі қазақтың қазіргі буыны мұндай әділетсіздікке төзбей, әліге дейін ана тілі үшін күресіп келе жатыр. Үміт үзілгендер торығу мен түңілудің жеміне оп-оңай айналып кетті. Мұның басты себебі бұрынғы президенттің уәдесіне сеніп қалуы. Олардың миы 2010 жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде барлық салада қолданысқа енеді деп жоспарлап қойған. Оның уәдесіне қазақтар тұрмақ елдегі орыстар мен еврейлер сеніп қалған. Сенгендер бала-шағасын қазақша мектепке беріп, қазақ тілі курстарына жазып, репетитор жалдаған. Аталмыш жылы президенттің сөзі өтірік болып шыққан соң қазақтардың сағы сынды. Ал орыс тілді орта қайтадан орыс мектебіне оралды. 2011 жылы қазақ тілін үйрететін курстар күрт кеміп кетті. Оны үйрететін репетиторлар жұмыссыз қалды. Мемлекеттік тілді дамытатын бағдарлама шаң басқан архивтің түкпіріне кетті. 2016 жылы Мемлекеттік тілді дамыту институтының Қазақстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы деген сараптамалық жұмысы мынадай ақпарат береді. Тілдерді дамытудың 2000-2016 жылдарға арналған бағдарламасына сай, қазіргі күні мемлекеттік басқарудың барлық саласы қазақ тілінде сайрап отыруы керек еді. Іс жүргізу қазақ тіліне көшіп бітуге тиіс болатын. Бағдарламада солай жазылған. Бірақ оның орындалуы былай тұрсын. 2009 жылы іс қағаздарды мемлекеттік тілге көшіру үлесін 70%-дан 60%-ға түсіріп тастады. Ең сорақысы, Жарылқап Қалыбай деген азамат әуе компанияларынан мемлекеттік тілді талап еткен үшін ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен 3 тәулікке қамалды. Ал бізбен бірге тәуелсіздігін алған Латвия елінде шенеуніктер латыш тілін қолданбаса айыппұл салынады деп қынжылады. Қанша жерден қысым көрсе де беріспей келе жатқан қазақ тілінің күрескерлеріне ең ауыр соққыны Назарбаевтың өзі берді. 2016 жылы экс-президент Алматыдағы универсиада нысандарын аралап жүргенде тіл мәселесі туралы мынадай сын айтты. Біз 3 тілді білім беру жүйесін енгіздік және бұл жолдан ауытқуға болмайды. Шенеуніктердің көбі заңнан озып, ел тұрғындарын түгел бәрін қазақша сөйлеткісі келеді. Бірақ біз көп ұлтты ел болғандықтан оған жол бермейміз. Менің байқағаным, біреу орысша сұраса, біздің мамандар оған қазақша жауап беріп жатады. Сонда прокуратура қайда қарап отыр? Егер азамат орыс тілінде өтінім берсе, оған орысша жауап беру керек. Егер орыс тілінде сұраған азаматқа қазақша жауап берсе, онда қызметкерді жұмыстан қуу керек, деді. Назарбаевтың осы мәлімдемесінен кейін баласын қазақ мектебіне бергісі келетін қазақтардың ықыласы күрт кеміді. Қазбілім лицейінің негізін салушы Аятжан Ахметжанұлының зерттеуінен түйгеніміз, 2017 жылдан бастап аралас мектептер таразы басын баса бастаған. 2022 жылдың жаңа оқу жылында Алматының Талғар ауданында жаңадан соғылған нөмірі 25 мектептен дауыс шықты.
Жоспар бойынша бұл таза қазақ мектебі болатын. Себебі жаңа мектеп ескі қазақ мектептерінің орнына берілген еді. Бірақ ата-аналар оны аралас мектепке айналып кеткенін 1 қыркүйек күні бірақ естіген. Осыдан соң дау бұрқ ете қалды. Дәл осындай оқиға сол жылы Алматы қаласы Алатау ауданында қайталанды. Қазақтар тұратын ауданда нөмірі 209-шы қазақ-орыс аралас мектебін ашты. Бірақ белсенді ата-аналар оның аралас мәртебесін алып тастап, таза қазақша болуын талап етіп тұрып алды. Ақыры жеңді. Ата-аналар аралас мектептен неге шошиды? Орыс мектебі десе неге өре түрегелді? Мәңгүрт басшылардың логикасына салсаң, бәрі дұп-дұрыс. Әркім өзі таңдаған сыныпта қалаған тілінде оқып жатыр. Мұғалім де, оқулықта бәрі қазақша. Үзіліс кезінде балалар ортақ тіл табысады. Белсенді қазақтар ақымақ емес, араластың астарында не жатқанын жақсы біледі. Тіпті олардың өздері де аралас мектепте оқып шыққан. Енді бірі орыс мектебін бітірген. Сөйте тұра таза қазақша мектепті талап етеді. Неге? Себебі оларда өмірден тәжірибе жинаған. Аралас мектепте оқимын деп дүбәрә болып шыққан. Дүбәралығы жас кезінде білінбеген. Орта жастан асқасын рухани ізденіс пен мәдени сұранысы артып, экзистенциялық фрустрация күшейген кезде олар шыбын жанын қоярға жер таппай шырылдаған. 40-тан асқан жасында курсқа барып қазақша үйренген, енді бірі қартайғанда домбыра үйірмесіне барған. Тағы бірі дінге бет бұрғанда ата-бабасының рухани мұрасын ана тілінде оқи алмай әбден қорланған. Бұдан бөлек туыстары орыс мектебінде оқып, шовинист орыстардың хамство деп аталатын бетпақ мінезін сіңіріп алған. Ондай типтер бір әулетте отырып, мүлікке таласқанда ұялмай, қысылмай соттаса береді. Әкесінен қалған мүлікті қара шаңыраққа ие болып қалған кенжесіне қалдырып кете беретін көргенді қазаққа мұндай менталитет миға сыймас масқара болып саналады. Осындай оқиғаларға куә болып шошып жүрген қазақтар аралас мектеп десе төбе шашы тік тұрады. Себебі аралас деген аты ғана, шындығында ол толық орыс мектебі деген сөз. Империя кезінен барлық салада үстемдік құрып келе жатқан орыс тілі шалажансар қазақ тілін оп-оңай жұтып қояды. Аралас мектепке қатысты саясаттанушы Дос Көшім бүй дейді. Бір аралас тілді мектепке барғанымда, мектеп директоры шараны қазақ тілінде сөйлеп ашқанымен, шара негізінен орыс тілінде өтті. Байқағаным, мектеп директорлары негізінен мәдени, спорттық шараларды орыс тілінде ұйымдастырады. Құрметті оқырман, енді 2022 жылғы статистиканы қарайық. Астананың өзінде 99 мемлекеттік мектеп болса, оның 35-і қазақ тілінде білім береді, ал 56-сы аралас, 8-і орыс тілінде оқытады. Алматыда 212 мемлекеттік мектеп болса, оның 73-і қазақ, 59-ы орыс, 77-сі аралас тілді. 1991 жылы тәуелсіздік алған кезде қазақ қоғамы ең соңғы рухани ресурстан сарқа пайдаланып жатқан. Бұған дейін бұқара халық адам болмысының ғайыппен байланысатын қырын біржола ұмытты десе де болады. Бүкіл рухани сұранысын мәдени һәм әдеби құндылықтар алмастырып келді. Бірақ бұл салауатты қоғам құруға жеткілікті фактор саналмайды. Себебі адам болмысы рухани һәм мәдени құндылықты тұтынушы ғана емес, сонымен қатар оларды өндіруші. Мұнда ең ауыр міндетті дін ғылымы ғана атқара алады. Діннің ең басты функциясы осы қарапайым пенденің рухани дамып, жетіліп, трансцендентті тәңірлік әлемнен саф рухани құндылықтарды тарта алатын деңгейге жетуін дін қамтамасыз етеді. Мұндай аса маңызды мұратты арқалаған ілім иелері ешбір саяси идеологияның ықпалына түспеуі керек. Олар дүниенің атақ даңқы мен мақтау марапатынан алшақ тұруға міндетті. Осындай нағыз рухани жолбасшылар пайда болғанда, мемлекеттік басшылардың өзі олардың батасын алуға ынтық болуы тиіс. Қазақ мәдениетінің тамыры 1926 жылдан бастап қиыла бастады. Советтер 39 мың ишан молданы ит жеккенге айдады. 1936-37 жылдары соттау былай тұрсын, жаппай атып өлтіру конвейері іске қосылды. Жауыққан коммунизмнің мұндай жауыздығынан шошқан қазақ жұрты Қытай, Ауған, Иран сияқты елдерге босып кетті. Ілім ұстаған әулеттің бала-шағасы қашқан кезде киелі кітаптардың бәрін киізге орап, тау-тас пен моланың арасына
көміп кетті. Әрине, олардың 90% табылған жоқ, немесе шіріп кетті. КСРО құрамында қалған Қазақстан Республикасы 70 жыл рухани вакуумде тұншығып қала берді. Бұдан кейін елдің рухани сұранысын мәдени саланың өнерпаздары өтеуге көшті. Бірақ оның бір қауіпті тұсы бар. Ғайыптағы мәңгілік жаратушының разылығын табу деген мұсылмандық талап әлсіреген соң, бұл саланы арзан атақ пен өткінші марапаттар матап тастайды. Сондықтан да өнер жұлдыздары мен ақын жазушылардың арасында мемлекеттік сыйлық алу үшін кескілескен бәсеке басталды. Бұл жай ғана жұмсақ бәсеке емес. Советтік кезеңдегі мемлекеттік сыйлық пен атақ даңққа жету жолында малын да, арын да аямай сата беретін типтер көбейіп кеткен. Мұндай жанкешті бәсекеге төтеп бере алмаған әлсіздері түсініксіз жағдайлардан өмірден ерте озуға мәжбүр болды. Оның айқын дәлелі Күләш Бәйсейіт. 1957 жылы әйгілі әнші гастрольдік сапармен Қытайға барайын деп жатқанда 6 адам үстінен арыз жазып жолын кеседі, сағын сындырады. Бәсекеге төтеп беріп, бағы жанып, айы оңнан туып, КСРО кезіндегі атақ даңққа бөленген жұлдыздардың өзі баянсыз бақыттан жүрегі тыныштық таппады. Таппағанын содан біл, олардың дені ішкілікке салынып, тағдырын талқан қылды. Себебі Ариманның күшімен ғана толатын көкіректегі даналықтың сандығын баянсыз атақтың ешбірі толтыра алмады. Болмаса, содан бір ғасыр бұрын мемлекеттік сыйлықтың заты тұрмақ, аты да жоқтын. Ескідегі өнерпаздар үшін де ең ірі сыйлық әмәнді халықтың ыстық ықыласы болатын. КСРО кезеңі халықтың ықыласына бөлену деген түсінікті әлсіретіп жіберді. Мәдени майданның басталуы. Ежелден-ақ ақылды адамдар ел жұртының өсіп-өнуі мәдени құндылыққа тәуелді екенін білген. Себебі мұраты биік, арманы асқақ әр дәуірдің қаһарманы өзінен кейінгі ұрпаққа үлгі шашып, жігер сыйлап тұрады. Олардың бойында болған елдік сана жаңа буынның кеудесіне ақтарылып отырса, бұл халық өміршең келеді. Сондықтан да ел қорғаған батырлардың бәрі әмән да сол халықтың аңыз жырына арқау болып, мәңгілік сақталып қалады. Батырларын жырға қосып, оларға мәңгілік сипат тарататын менталитет қазақтарда көне түркі дәуірінен бар еді. Оның классикалық үлгісі Күлтегін, Шу батыр, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Алып бамсы жырлары. 10 ғасырда қараханиттер кезінде бұл жырлар ислам элементтерімен синтезделді. Көне жырларда пір, әулие, қызыр, алла, періште, кәуір сияқты элементтер молынан кездесетін болды. Яғни көне жырлардың мистикалық мазмұны қоюланып, Құран рухымен қуаттана түсті. Шыңғысхан дәуіріндегі дүрбелең кезең басылып, Алтын Орда дәуірі нықтап орныққан соң, мәдени гүлдену қайта басталды. Бұған дейін Бағдат, Мысыр, Шамда пайда болған таза ислами құндылықтар Алтын Орда топырағынан да екінші өмірін жалғастырды десе де болады. Өзбек хан мен Жәнібек хандар билік құрған тұста 1313-1357 жылдары Рабғузидің Қисса Сүл-Әнбиясы, Әлидің Жүсіп Злихасы, Хұсам кітаптың Жұмжымасы, Хорезмидің Мұхаббатнамасы, Сайф-Сарайдың Гүлстаны, Құтыптың Хұсрау Шырыны, Кердеридің Жұмақтардың Ашық жолы сияқты жүздеген кітаптар жарық көрді. Шығармашылықтың бұлай дөмпуіне серпін берген негізгі фактор бейбіт заман. Кез келген ғылым соғыстан тыйылған, экономикасы көтерілген, айналасымен тату-тәтті қарым-қатынаста болатын және ғылымға ақша салатын елде ғана дамиды. Ғылым сол жерде ғана жеміс береді. Шығыстанушы ғалым Төрәлі Қыдырдың айтысынша, Алтын Орда хандығында таққа талас басталып, ел іші бөліне бастағанда ғұламалардың дені Мысырға қарай көшіп барады. Себебі ол кезде Мысырды Дешті Қыпшақ таласынан кеткен мәмлүктер билеп тұрып еді. Әрі Мысырдағы билік қыпшақ тілінде сөйлейтін. Ғұламалардың тез сіңісіп кетуіне тілдік кедергі болмады. Олар Алтын Орда жерінде жырлаған әдебиетін Нәзира дәстүрімен қайта жаңғыртып жырлай берді. Кейін Осман империясы күшейгесін ғалымдар сол жаққа қарай көшіп барып, жемісін сол топырақта берді. Алтын Орда ыдыраған соң, оның алтын сынығы Қазақ хандығына кетті. Қазақ хандығынан бөлек Орыс империясының қанды шеңгеліне ертерек іліккен Ноғай, Башқұрт, Қырым, татар ұлыстары ауыр езгінің астында қалып орыстанып кетті.
алтын дәуірден қалған мол мәдени мұраны жаңғыртып отыру қазақ ұлысының міндетіне айналды. Орыс отаршылдығы 19 ғасырда қазақ даласын толық қыспаққа алды. Біздің бағымызға орай сол заманда Қазан, Уфа, Ташкент қаласында баспа өнері пайда болады. Сол заманның мәдени қайраткерлері ел аузындағы бүкіл жырлар мен аңыздарды және пайғамбарлар қиссасын кітап етіп басып шығару ісін жолға қояды. Жүсіпбек Шайхисламұлы, Ақылбек Сабаұлы, Шәді Жәңгірұлы, Ақыт Қажы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Кете Жүсіп, Ораз Молда, Молда Мұса, Мәделі Қожа, Тұрмағамбет Жырау, Әріп Тәңірберген, Әсет Найманбай, Шәкәрім сияқты ағартушылар 1807 жылы 1918 жылдардың арасында 250-ден аса кітап шығарған. Ол кітаптары 135 рет тағы да басылып, 666.300 данамен жарық көрген. Бұл іс аз уақытта қарқын алғаны сонша, Ресей империясы ол кітаптарға цензура қою үшін ГУДУЭП, Главное управление по делам печати деген ұйымды құрады. Оның басына императорға адал берілген Смирнов есімді шовинист отырады. Оның кезінде қатаң цензура жұмыс істеп, қазақша кітаптардың таралуын тарылтады. Бірақ көз ашық қазақтар мәдени майданды бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Бір Жүсіпбек Шайхисламұлының өзі 1937 жылы опат болғанға дейін Қыз Жібек, Айман Шолпан, Алпамыс Батыр, Кенесары Наурызбай, Сал-Сал, Зарқұм, Жүсіп Зілиқа, Мұңлық Зарлық, Шәкір Шәкірат, Мансұр Халлаж, Мың бір түн ертегісі, Тотының 90 тарауы, Кербаланың шөлі, Дариға қыз, Атымтай Жомарт сияқты 50-ге жуық қиссаны ел аузынан жазып алып, кітап етіп жарыққа шығарды. Тек Қыз Жібек жырының өзін 7 рет басып шыққан. Баянауылда отырған Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өзі өлім құшқанға дейін аяғы жеткен, қолы жеткен жердегі қандай әдеби, мәдени мұра бар, түгел тегіс қағазға түсіріп, үйіндегі қапқа тыға берген. Ол мес деген атпен қалған. Сол местегі жинап кеткен материалының өзі бүгінде 20 томнан асады. Тап қазір қазақ руханиятының қайта өркендеуіне осы құндылықтар өлшеусіз үлес қосып тұр. Қазақ азаматтарының өлермендігіне қайран қалмасқа шараң жоқ. Сұмдық ауыр репрессия 1938 жылы тоқтады. Бірақ Қаныш Сәтпаев сияқты жүрек жұтқандар дәл осы істі 4 жылдан соң қайта қолға алды. 1942 жылы соғыс қайнап жатқанда Маңғыстаудан мұрын жырауды алдырып, Қырымның 40 батырын 40 күн жырлатып қағазға түсіреді. Ол кезде жырау 83 жасқа келіп еді. Жырды қағазға түсіріп болған соң ертесіне филармонияның сахнасында 2 күн қатарынан Орақ Мамай мен Қарасай Қази жырларын жырлатады. Көп көрермен жинамайды, тек Сәбит Мұханов, Мұхтар Әуезов, Ғабиден Мұстафин, Ғабит Мүсірепов, Әбділда Тәжібаев, Асқар Тоқмағамбетов, Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Исмайлов, Нығымет Сауранбаев, Ахмет Жұбанов, Әлкей Марғұлан сынды 60 шақты жазушы ғалым қатысады. Сол жылы тұңғыш рет Қырымның 40 батыры деген атпен дастандар циклі басылып шығады. Соғыс жылдарынан соң да Қазақ СССР ғылым академиясында ел ішіндегі оқыған, көз ашық, білімді адамдарды іздеп табу, олар білетін мұраларды жазып алу және ол адамдарды пайдаланып, қазақ руханиятына қызмет жасату деген арнайы бағдарлама болғаны анық. Маңғыстаудан мұрын жырауды алдырып, Қырымның 40 батырын жаздырып алу, Тұрмағамбет Ізтілеуовке шахнаманы аударту жұмыстары сол бағдарлама негізінде жасалған сияқты. Бұл тіпті 1934 жылдары қазақтың әр шалғайынан өнерпаз адамдарды Алматыға жинап, өнер мен мәдениет слетін өткізу кезеңінде басталған шығар. 1937-38 жылғы жаппай репрессия кезінде басылып қалған осы әрекет соғыстан кейін қайта жалғасқан сияқты. Зерттеуші, журналист Қазыбек Құттымұратұлы мынадай дерек айтады. Сол кездері нақты айтсақ 1946 жылы жазда бұрын сотталып, Итжеккенге айдалған Ғұбайдолла Ахметұлы деген азамат бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау қаласына келеді. Ол ағайындарын аралап жүрген кезінде оның білімін, шығыс тілдерін жетік білетінін байқаған жандар Қазақ СССР ғылым академиясына хабар жібереді. Нақтырақ айтсақ, Гурьев облысы, Новобагат, қазіргі Атырау облысы, Исатай аудандық еңбекшілер депутаты Қазақ СССР академиясының президенті Қаныш Сәтпаевқа телеграм салады. Вятск губернасындағы панисламистік бағыттағы Дарул Муғалимді бітірген. Араб және парсы тілдерін өте жетік меңгерген.
Әдебиет пен өнерді жақсы білетін жаңақалалық 73 жастағы Қалпе Ахметов Ғұбайдолланың қазір Гурьев қаласы, Совет көшесі 131 үйде екенін хабарлауды өзіме парыз санаймын. Егер сіз күзде осы филиалыңыз арқылы академияға тартсаңыз, ол біздің заманға пайдалы талай іс атқарар еді. Оны Шамғали Сарбаев таниды. Бұл хаттан байқағанымыз, заманда молда ишан боп қудаланған ілім иелерінің өзін Қаныш Сәтбаев қорықпастан академияға жұмысқа тарта берген. Себебі бір ишанның өзі Тұрмағамбет жырау сияқты 50-ден аса жыр-дастанды жатқа білетін. Өнер алды қызыл тіл. Құрметті оқырман, түптеп келгенде, қуыс кеуде дертінің алдын алудың дәстүрлі бір-ақ жолы бар. Ол бала жастан мағыналы, жүйелі сөйлеп үйрену. Оны қазақша өнер алды қызыл тіл дейді. Сөз түзелгенде тыңдаушыда түзеледі. Сөз қисайғанда тіршіліктің барлық тармағы қисайып шыға келеді. Мәнсіз, мағынасыз сөздер өнегесіз өмір қалыптастырады. Осыдан келіп экзистенциялық фрустрация асқынады. Философияның антология деп аталатын бағыты бар. Ол барлық бар нәрседен не бар болды, не үшін бұл әлем жоқ болып тұра бермеді. Жоқтықта жасырын тұрған нәрсенің бар болып барлық әлеміне жол тартуы неден басталған деген сұрақтарға жауап іздейді. Ибн Араби сияқты ойшыл сопылар оған бүй деп жауап берген. Кез келген нәрсе біз Құдай деп атайтын міндетті болмыстан уәжәбил ұжуд бөлініп шығады. Бөлініп шыққан болмыстарды мүмкинат деп атайды. Яғни бар болуың міндетті емес. Мүмкіндікке тәуелді, мүмкін барсың, мүмкін жоқсың. Барлық нәрсе оның рахмани нефес деп аталатын тәңірлік тынысынан жаралады. Адамды да өзінің болмысынан рух сәулесін үрлегенде қазіргі қалпына келтіреді. Бірақ оған қосымша тәңірлік мән мен мазмұн араласуы тиіс. Адамның сөйлеу қасиеті тыныс алудан басталады. Демішке тартылмаса, көмейден сөз шықпайды. Көмейге келген ауаның ағысын қызыл тіл басқаның құлағына әртүрлі дыбыстарға толқын қылып жеткізеді. Сол сәтте жүрек пен мидың қосындысынан шыққан ой-сана оған мән жүктеп жібереді. Бұл мән тіл толқытқан ауамен ағып барып, екінші адамның құлағына кіреді. Құлақтан кірген мағыналы сөз оның миында жаңа идеялар туғызады. Басы сан түрлі идеямен толысқан адам оларды тысқа шығармай тұра алмайды. Әу баста мән түрінде миға кірген бұл болмыс тысқа шыққанда материямен бірікпесе, толыққанды бар болып көріне алмайды. Осылайша кез келген кереметті мағыналы сөз жаратады деген ақиқат шығады. Осы себепті жасампаздық қасиетін дамытқысы келген кісі ең бірінші мәнді, мағыналы, өнегелі ғибратты сөздерді кеудесіне тоқиды. Бұл тоқу процесі бесік жырынан басталады. Сосын ол ертегіге ауысады. Ертегіден қисса мен аңызға өзгереді. Арасында түрленіп таппаққа, жұмбаққа, санамаққа, жаңылтпашқа батаға ауысады. Есейе келе ғашықтық және батырлар жырына жалғанады. Яғни балаң ғибратты сөз үйренсе, мағыналы мәнді өмір сүреді. Жасампаздық таланты төгіліп тұрады. Ондай балаға ананы өйтіп қой, мынаны бүйтіп қой деп нұқып ақыл айтып, болмаса жасы 40-тан асқанша жетектеп жүрудің қажеті жоқ. Ол не нәрсеге асық боп, не нәрседен қашық боп тұруды көкірегімен өзі-ақ сезіп тұрады. Жұртпен тіл табысу, кез келген ортаға сәтімен сіңу, айналадан дос табу, ата-анасын құрметтеу, ағайын бауырды сыйластыққа ұйыту деген сияқты парасатты істерді айтқызбай-ақ жасай береді. Осы құндылықтардан мақұрым болып өскен маргинал қазақ шенеуніктерінен жасампаздық құнары қою, тың идеялардың өніп шықпайтыны содан. Олар үнемі мәдени тоқырауда тұрады. Жаны қысылғанда батыстан бір арзанқол идеяны ойланбастан көшіріп әкеле салады. Көшіп қонып жүрген қазақ даласына орыс оқуымен бірге академиялық ғылымның жарығы түскен кезде оқыған қазақтардың сұмдық жасампаз болатыны осыдан. Олар Ресейдің ірі қалаларында есейгесін білім алса да, қатарлас құрбыларынан қуып жетіп, аз уақытта басы бозды. 20 ғасырдың басында алаш арыстары деген атпен құбылыс болып көрінген шамшырақ толқынның бәрі бұл шабытты бесік жыры мен батырлар жырынан алды. Қазақтардың бойындағы осы қабілетті ресейлік ғалымдар бірден байқаған. Академик Радлов «Образцы устной литературы тюркских племен» деген кітабында бүй дейді. Қазақтар шешен болады.
Ол түркі тектес басқа халықтардың қай-қайсысынан болсын сөзге шебер келеді. Олар өте жылдам сөйлейді. Сөйлеп тұрғанда кідіру, күрмелу дегенді білмейді. Сонымен қатар олардың сөзі, ой-пікірі әрі анық, әрі қисынды, әрі ретті, терең мағыналы болып келеді. Көп уақытта қазақтың сөзі өлең, жыр тәрізді болып шығады. Сөздері ырғақты, ұйқасты шығады. Қазақ халқы шешен, өткір, көркем сөзді сүйеді. Поэзияны қатты қадірлейді. Сондықтан да оларда халық поэзиясы мейлінше өркендеген. Қазақтардың мақал мәтелі болсын, жоқтау, қоштасуы болсын, айтыстары мен билік сөздері болсын, бәрі де өлең, жыры болып келеді. Қазақтарда суырып салма ақындар, жыраулар көп болады. Өлең жыр айтып, шамалы жаттыққан ақын жырау өз жанынан өлең шығарып, суырып сала айта береді, дейді. Бір сөзбен айтқанда, сөз өнері кімде болса, шығармашылық та соның бойынан табылады. Күй табаққа деген сұраныс. 1877 жылы Томас Эдисон дыбыс жазып алатын сайман ойлап табады. Сол кезде-ақ маңызды кісілердің дауысын таспаға түсіріп алу ісі дереу іске қосылған. Бір қызығы, шалғайда жатқан қазақ даласының өзіне бұл керемет салыстырмалы түрде жылдам жеткен сияқты. Себебі Рихард Краус атты германиялық доктор сыр бойына келіп, Маңғыстау түбегі арқылы сапар шеккенде бірталай қазақ әндерін жазып алып кетіпті. Бұдан соң таспаға үнін түсірген бақытты қазақ Әміре екен деседі. 1925 жылы Затеевич оның орындауында 7 әнді аппаратпен жазып алады. Бұдан кейін 1931 жылы Ахмет Жұбанов Ақтөбе облысын аралап жүріп, бірнеше күйшінің күйлерін сиқырлы сайман арқылы келешекке сақтап қалады. 1934 жылы Темірбек Жүргенов Қазақстан халық ағарту комиссары болып тағайындалады. Ол бір жылдан соң сол кездегі қазақтың маңдайалды бірнеше әншісін Мәскеуге аттандырып, бірнеше пьеса мен әнді мәңгіліктің сандығына салып кетеді. Бірақ ол кезде бұл әуендер бұқара халыққа жаппай жол тартып, көрінген үйдің төрінен шырқалған жоқ. Ондай нығметке біздің халық 1964 жылдан бастап қана қол жеткізген. Бүкіл одақтық мелодия фирмасы сол жылы Алматыда граммофонға жазу студиясын ашады. Қазақ пен қырғыздың тамылжыған әндері осы кезден бастап жаппай күйтабаққа түсе бастайды. Мұндағы мамандар ән мен жырды ең әуелі магниттік таспаға түсіреді. Сосын олар Мәскеуге жол тартады. Мәскеуде ОТК деп аталатын арнайы тексеруден өтеді. Одан өткесін Петерборда күйтабақтардың алюминий нұсқасы құйылады. Ол нұсқа жедел түрде Ташкентке жіберіледі. Ташкентте олар әп-әдемі күйтабаққа айналып, ән сүйер, жыр сүйер қауымға жол тартады. Мелодия фирмасы осы жұмысын 90 жылдардың соңына дейін мінсіз атқарып тұрған. Ән мен жырға ежелден құмар қазақ жұрты күйтабақтар шыққан бойда бас салған. Шалғайдағы қойшы ауылдардың өзі қолына күйтабақ түсірсе, шексіз шаттанатын болды. Сұраныс деген сойқан болған. Әсіресе Алматыда танысы не туысы бар қазақтар тапсырысты үсті-үстіне беріп, қаладағы күйтабақтың бәрін пышақ үстінен талап әкететін. Өркениеттің осы бір нышаны одақтың бірнеше аймағында бөлініп қалған алашылдардың шашау шығармай ұстап отыруға да жақсы септескен. Сұраныстың сойқан болған сонша бізге қазақша күй табақтар жетпей жатыр. Молырақ шығарсаңыздар деген мазмұндағы хаттар Қазақстан ғана емес, СССР-дің ауыл аймағынан Алматыдағы грампластинка үйіне лег-легімен тоқтаусыз келіп жатты. Біздің ауылдың тұрғындары өнерге құмар, демалыс күндері семьяның ортасында отырып сүйген әні мен күйін, жырын тыңдағысы келеді. Бірақ өкінішке орай грампластинкалар тапшы, әсіресе қазақ тіліндегісін табу қиын. Шымкент қаласы, Созақ ауданынан. Біз Алпамыс Қобланды Ертарғын жырларын күй табақта тыңдадық. Бұдан басқасы болмағасын қайталап тыңдай беріп оларды жаттап алдық. Және күй табақтар да тозып бітті. Естуімізше мұндай жыр дастандар басылған пластинкалар Алматыда әлі көп екен. Соларды көптеп шығарып, біз сияқты шалғайдағы халыққа жеткізуге жәрдем берулеріңізді сұраймыз. Құрметпен, Гурьевтің Қызылқоға ауданы, Ленин атындағы совхоздың бір топ ақсақалы. Біз Көкшетау облысы Казанка ауыл мектебінің оқушыларымыз. Бізге қазақша ән, күй, жырлар жазылған күйтабақтар тап-тұмдап зорға жетеді. Бір күйтабақты бірнеше үй кезектесіп тыңдаймыз. Ең жаманы осының кесірінен күйтабақтар жылдам тозып, тыңдауға жарамсыз болып жатыр. Осы өнімдерді молынан шығарса деп
армандаймыз. Көкшетау облысы Казанка ауылының пионерлері. Тіпті осы мәселені көтеріп Әнес Сараев 1969 жылы социалистік Қазақстан газетінде тағы да грампластинка жайында деген бірнеше мақала жариялайды. Мақалада келтірген деректері бойынша күйтабаққа тапсырысы негізінен сыртта қалып кеткен қазақтар берген. Атап айтсақ, Қарақалпақ СССР, Түркменстандағы Красноводск, Астрахан, Саратов, Орынбор, Омбы, Новосибирск, Алтай өлкелерінен күйтабақ алдырушы халық тым көп болған. 1965 жылы 5 миллион 900 күйтабақ сатылса, 1966 жылы халық арасына 6 миллион 800 күйтабақ тарап кеткен. Ал 1970 жылға қарай 11 миллион пластинка сату жоспарға қойылған. Мұндай тегеурінді сұранысқа төтеп беру үшін жауапты мамандар күндіз-түні тоқтамай еңбектенсе керек. Себебі жылдағы жоспарын 130-140%-ға артығымен орындап отырған. Соның өзінде 11 миллион тиражбен тараған күйтабақ сол кездегі қазақ халқының жұғынына жұқта болмаған. Көптеген ауылға батырлар жырлары жазылған 2-3 күйтабақ әзер жетіп жығылған. Ауыл жұрты соларға кезекке тұрып бір-бірінен алып таласып, тармасып жүріп тыңдауға мәжбүр болған. Мұндай дефициттің тым жоғары болуының негізгі себебі СССР-дің кезінде сауда механизмінің мешеулігі. Себебі күйтабақтарды қандай дүкен арқылы тарату керегі түбегейлі шешілмеген. Облыс орталықтарындағы ірі дүкендерде күйтабақтарды сататын ары кетсе 40-60 ұя ғана болған. Ал сол кездің өзінде күйтабақтар діттеген жеріне дәл әрі тез жету үшін ең кемі 500-600 ұя болу керек екен. Ерекше күтімді қажет ететін күйтабақтар жайлы жағдайды талап етеді. Ал шалғайдағы дүкендер ондай жағдайды жасай алмайды. Соның кесірінен олар күйтабақты алыстан алдырып сатуға ықыласты болмаған. Орыс мектептерінің жемісі. 1985 жылдар Горбачевтың қайта құру реформасынан кейін қазақ халқын мәдени тоқыраудан сақтап тұратын құндылықтар құрамы күрт нашарлады. 1970 жылдары қарқынды насихатталған күйтабақтар циклі бір жола тоқтады. Балалық шағы бұл заманға сәйкес келген жаңа буын жыр құндылығынан мақұрым қалды. Мәдени майданда бұл құндылықтарды үздіксіз насихаттап отыратын қаһармандар саны күрт азайды. Оның негізгі себебі Қазақстанда қазақ мектептерінің жабылып, жаппай орыс мектебінің ашылуы. Қонаев дәуірінде Алматы қаласында жалғыз қазақ мектебі әупірімдеп аман қалған. Соның кесірінен қазақ тілі, әдебиеті, мәдениеті үшін күрескен ақын жазушылардың ұрпағы бір ауыз қазақша білмейтін қара орысқа айналды. 1988-89 жылдары шыққан газет-журналды шолып шықсаңыз, сол кездегі ең көп талқыланған мәңгүрт тақырыбы екеніне көз жеткізесіз. Мәңгүрт типін әдебиетте Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматов қолданады. Шыңғыс Айтматов ғасырдан да ұзақ күн романында мәңгүрт жайлы аңызды былай баяндайды. Ертеде жуан деген тайпа болыпты. Олар бейбіт елді шауып, кәрісін өлтіріп, қатынын олжалап, жастарын тұтқындап әкетеді екен. Бір жорықта Найман ананың ұлы Жоламанда олжаға түседі. О заманда тұтқыннан делғұлы жасайтын безбүйрек әдіс бар еді. Ұстарымен тұтқынның шашын сыпырады. Сол заматта жаңа сойылған түйенің көн терісін тақыр басқа қаптайды. Шыжыған күннің астына тастайды. Бірнеше күн ас сусыз бебеулеп жатады. Өскін шаш күн теріні тесе алмай кері қарай қайырыла түседі. Бас сүйекті бұрғылап миға шаншылады. Бұл тұтқынды жан төзгісіз азапқа салады. Мұндай қорлықтан 10 тұтқынның біреуі ғана тірі қалады. Оның өзі жендеттер үшін үлкен олжа. Бейшараның ақылы мәңгілікке маталып нағыз делғұлыға айналады. Тарихи жады, зейін зердесі, ата-баба шежіресі бәрі өшеді. Енді жуан тайпасының мәңгүрт құлы болады. Не шаруа тапсырса да ойланбай істей береді. Жаны сірі, бейнетке мойымайды. Оларға жалғыз ғана қорқынышты үйретеді. Бастағы кепешіңді шешсең, өлесің, деп сендіреді. Бақытсыз Жоламан да мәңгүрттің кепешіңге еді. Дұшпаны мал баққызады. Оның да жалғыз қорқынышы басындағы кепеші болады. Найман ана оны мал бағып жүрген жерінен тауып алады. Жасырын келіп қанша зарлайды. Ұлы міз бақпайды, себебі танымайды.
Жұрты, ата-бабасы, әкесі жайлы шежіре, аңыздарды айтып, санасына сәуле түсіруге тырысады. Мәңгүртке түк әсер етпейді. Шарасы таусылған анасы бесік жырын айта бастайды. Жоламан әлдегеде елтімейді. Қожасы шешесінің жасырын келіп жүргенін біліп қояды. Бұл қатын кепешіңді ұрлап кеткісі кеп жүр. Одан айырылсаң, біттің, өлесің деп қорқытады. Мұны естігенде Жоламанның жаны қалмайды. Садағын сайлап, жебесін егеп дайын отырды. Анасы тағы бір келгенде қақ жүректен атып өлтіреді. Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн романында өз шешесі Найман ананы садақпен атып өлтіретін мәңгүрт бала сияқты өз халқының тілін, әдебиетін, ән, күй, жыр тарихын таптап жүре беретін орыс тілді қазақтар қаптап кетті. Ең жаманы, бұлардың көбінің әке-шешесі күні кеше осы құндылықтар үшін өмірлерін айқаста өткізген нағыз ер болатын. Бұдан да сорақысы, осы мәңгүрттер армиясы Қазақстан тәуелсіздігін алған соң билікке араласты. Олардың көбі экономика, қаржы саласында сауатты болғанымен, мәдени салада есі алмас мәңгүрттің нағыз өзі еді. Ғасырлар қойнауынан өле жаздап, тәуелсіз кезеңге зорға жеткен рухани һәм мәдени құндылыққа пысқырып та қараған жоқ. Олар үшін ән, күй, жырдың соқыр тиын құны жоқтай көрінді. Оларды жинап теріп насихаттау былай тұрсын, бұл өнердің иелеріне қоңыз тергізіп жіберді. Сол кезде билікті қолына алған президент Назарбаев қазақ тарихына, әдебиетіне, тіліне, дініне, салт дәстүріне, ән күйіне, мәдениетіне қатысты мәселені биік мінберден көтере беруге тыйым салды. Ол үнемі мұндай кезде: мұнайды сатып, экономиканы түзеп алайық. Тіл мен тарих, әдебиет пен мәдениет сосын оңала береді деп сытылып кететін. Зиялы жұрттың бір парасы оның сөзіне сеніп те қалды. Сондықтан бұл проблемалар 1990 жылдары жиі көтерілген жоқ. Бірақ 2000 жылдардан былай қарай биліктің барлық тармағы мәңгүрттердің қолына толық өтіп бітті десе де болады. Қаңырап қалған мәдени кеңістікті мәңгүрт шенеуніктер Ресейдің тіпті екінші емес, үшінші, төртінші сортты әнші бишісімен толтырды. Даңғаза жылдар. 2008 жылы Астана қаласының 10 жылдығы тойланғанда қазақ мәдениетінің үні өшкендей болды. Есуас шенеуніктер сахнадағы жұлдыздық сәттері 1990 жылдары өтіп кеткен америкалық әнші Уитни Хьюстонды шақырған. Бұл әнші 2005 жылы ғана нашаға байланып қалып, емханадан ем алып шыққан. Соған қарамастан 2008 жылы мәңгүрт шенеуніктер оны Астананың төрінде шырқатты. Ішімдік пен есірткіден сол күйі есін жия алмаған Хьюстон 2012 жылы ақ өлімге жете алмай, абыройсыз жағдайда дүниеден озды. Қазақтың маңдайалды әншілері оған төленген гонорардың көлемін өңі түгілі түсінде де көрмеді. Ол Редисон қонақ үйіне түскенде бөлмесінің бір күндік ақысы $4000 болатын. Үкімет үйінің бір бөлмесін босатып, Хьюстонға бола арнайы гример бөлмесін жасақтаған. Астанада жүріп тұруға арнайы лимузин бөліп, кәсіби күзетшілерді қасына қосып қойды. Көлігі қала ішінде кедергісіз жүру үшін полиция көлігі ілесіп жүрді. Оның концертіне Нұрсұлтан Назарбаев пен Сара Алпысқызы және үкіметтің бүкіл жандай шабы Бота Тайлақ бау-шарбағымен шұбырып барып, даусының ажары қашқан танымал әншінің өнерін тамашалады. Бұлардың қаншалықты маргиналданып, өз ұлтының мәдени жауһарларынан қаншалықты жырақ кеткенін осылай салыстыру арқылы білуге болады. Мысалы, Еркін Шүкмән, Алмас Алмат, Сержан Шәкірат, Берік Саймағамбет, Рамазан Стамғазиев, Қайрат Байбосынов сияқты дәстүрлі өнердің майталман әнші, жыршы күйшілері осылай өнер көрсетсе, саяси элитаның неше пайызы қатысуы мүмкін? 2008 жылғы Астана күніне Уитни Хьюстоннан бөлек 66 жастағы британ әншісі Пол Маккартни келді. Өзіңіз білетіндей, ол дәурені 1960-70 жылдары дүрілдеген атақты Beatles тобының экспонатқа айналған әншісі болатын. Бұл кезде мәдениет министрі Ермұхамед Ертісбаев еді. 2009 жылдан бастап Мұхтар Құл-Мұхаммедтің дәуірі басталды. 2009 жылы Астананың 11 жылдығын тойлағанда 67 жасар испандық опера әншісі Пласидоны шақырды. Пласидоның тұрақты гонорары $300,000 екен. Енді оны алдыру, жатқызу, ішкізіп жегізу шығындарын қоссаңыз еңбекақысы $500,000-ға жуықтауы мүмкін.
Пласидодан бөлек аргентиналық опера әншісі Вирджина Тола, америкалық дирижер Юджин Кон, Канада әншісі Лара Фабиан, ресейлік әнші Егор Крутой, Лайма Вайкуле келді. Егор Крутой мен Лайма Вайкуле бұл кезде 55 жасқа келген еді. Егор Крутойдың тұрақты гонорары $75,000. Лайма Вайкуле $55,000 төмен сомаға келмейді. Ал Лара Фабианның сахнадан бір жылт еткені $150,000 түседі. Дәл осы кезеңде қазақтың маңдайалды дәстүрлі әншілері мұндай сахнаны түсінде көретін. Бағы жанып, бір-екеуі үкіметтік концертке шыға қалса, $1,000 маңайында ғана жалақы алатын. Таланты тасып тұрса да, атағы жетіспегендері ағайынның той-томалағында 50-60 мың теңгеге өнер көрсетуге мәжбүр болды. Бұдан төмендері шілдехана, қоныстой, құдалық сияқты ұсақ-түйек жиындарда ән салып 20-30 мың теңгені қанағат тұтты. Өнеріне шешендік серік болғандары тойда асаба болып, ризығын сәл-пәл арттырды. Олар кейде осы нығметінен де айырылып қалатын еді. Домбырасын арқалап басқа қалаға ұшқанда Қазақстанның әуе компаниялары домбыраны ұшақтың салонына кіргізбейді, оны багажға өткіз деп талап қоятын. Олар амалсыз талапқа көнеді, бірақ домбыра багаж бөлімінен қираған күйінде иесіне оралатын. Тәуелсіз 30 жыл өтсе де, үкімет пен министрлік домбыраны қорғайтын тиімді қаулы шығара алмады. Ұшқан сайын домбырасы қираған әншілер барар жер, басар тау таппай, бүкіл мұң-мұқтажын әлеуметтік желіге апарып ақтарды. 2011 жылы Астананың 13 жылдығын тойлағанда 51 жастағы британ әншісі Сара Брайтман келді. Онымен бірге ресейлік әншілер Егор Крутой, Тимоти, канадалық Лара Фабиан, ирандық әнші Араш, британ әншісі Джей Син келді. Араштың гонорары $50,000, ал Тимотидікі $25,000. Бұл мерейтойға ресейлік Градусы және украиналық Quest Pistols топтарға келді. Осы нүктеде адам сүйгіштік қасиеті сұмдық дамып кеткен біреу тұрып, өнерпаздар шетелден келсе не бопты? Мәдениетте шекара жоқ, музыка, жалпы адамзаттық құндылық. Қазақтарда әлемдік брендті тыңдап, деңгейін өсірсе не бопты? Пласидо, Бачелли, Сара Брайтман деген әншілер әлемдік деңгейдегі жұлдыздар. Олардың Қазақстан сахнасында өлең айтуының өзі үлкен абырой. Қайта халықтың мәдени деңгейін көтереді десе, не деп жауап беруге болады? Енді объективті жауапты тыңдаңыз. Олардың билетінің алды $150,000, ол кезде $1,000 шамасында, соңы $30,000, $200 болатын. Қарапайым адам тұрмақ орта класты құрайтын көзі ашық қазақтың өзі мұндай концертке бара алмайтын. Бір билеттің құны оның бір айлық жалақысы болатын. Сондықтан шетелдік жұлдыздардың өнерін ат төбеліндей маргиналдар ғана тамашалай алады. Тіпті осы концертке қатысқан модерн шонжарлар олардың өнерінен қандай да бір эстетикалық ләззат алғаны күмәнді. Бұл даңқ пен даңғазаның құрбаны болған қарабайыр шенеуніктен құралған кәдімгі тобыр болатын. Ал мемлекеттік мерекені ұлттық нақышта тойлағанды ұнататын бұқара халық олардың өнерін залда отырып тамашаласа да, құлағының құрышы қанып кеудесін мақтаныш сезім кернемейтін. Даңқ пен даңғазаның астарында мемлекеттің ақшасын ұрлау деген бір ғана мотивация жататын. Құрметті оқырман, сізді осы жерде сабырға шақырамыз. Себебі жоғарыда баяндалған деректерде сәлде болсын нағыз өнердің иісі шығатын. Мәдениет саласының наданданғаны сонша, 2012 жылдан бастап бұл талғамға да зар боп қалдық. Енді ешқандай салмағы жоқ, өнерін сыңғырлаған таза табиғи даусымен көрсете алмайтын. Оның орнын эстраданың халтурасымен жабуға тырысатын эстрада жұлдыздары басты. Дәл осы жылы мәдениет министрі болып Мұхтар Құл-Мұхаммедтің орнына Дархан Мыңбай тағайындалып еді. Басшының талғамына қарай Астанаға келетін жұлдыздардың да сапасы өзгерді. 2012 жылы Астананың 14 жылдығын өткізгенде Келли Роулет деген америкалық әншіні шақырды. Оның гонорары $150,000. Ресейден Нюша, Джиган, Тимоти, Иван Дорн, Серебро тобы және молдовалық әнші Дан Балан шақырылды. 2013 жылы Астананың 15 жылдығын өткізгенде америкалық поп әнші Никол Шерзингерді шақырды. Оның гонорары $350,000. 1990 жылы мен 2000 жылдары дәурені өтіп кеткен
Дима Билан, Анна Семенович, Митя Фомин, Ирана Дувцова, Сати Казанова, Стас Костюшкин, Юлия Савичева, Виктория Дайнико, Александр Ревва және Глюкоза, Бандерос, Пицца, Фабрика, Джиган, Эмбенд, Бьянка, Дискотека Авария, Градусы сынды ресейлік әншілер мен топтар келді. Даниядан Томас Невегрин, Украинадан Доминик Джокер сынды әншілер шұбырды. 2014 жылы Арсланбек Мұхаммедәли министр болып тағайындалды. Министрдің талғамына қарай келуші қонақтардың саны, сапасы тағы да өзгеріп шыға келді. Оны төмендегі тізімге қарап, өзіңіз пайымдай беріңіз. 2014 жылы Астана қаласының 16 жылдығына ресейден Полина Гагарина, Пицца тобы, британдық Blue тобы келген. 2015 жылы Астананың 17 жылдығын тойланғанда ресейлік Сплин, Ума Турман рок топтары келіп өнер көрсетті. 2017 жылы Астана қаласының 19 жылдығын тойлағанда Щелкунчик қойылымын қойды. Оған ресейден тағы да Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Никита Михайлов, Анастасия Мартюшева, Нодор Майсурадзе, Канададан Эммануэль Сандю сынды спортшылар келді. Мұншама шұбырған спортшыларды әншілермен ымдастырып, жымдастырып, мұз айдында жарқыратып көрсету 3-4 күннің шаруасы емес. Олардың жабылып бір нөмір қоюының өзі қыруар қаржы мен есепсіз шығынды қажет етеді. Көресіңді көрмей, көрге кірмейсің деген сөз рас екен. Қазақ халқының көруге тиіс тағы бір шектен шыққан даңғызасы бар екен. Қотыратқа Соқырат ілесіп алып, дәл сол жылы италиялық Ла Скала опера театрының 260 хор труппасы тура бір нағашы атасының үйіне келгенде Астанаға түгел ұшып келді. Мұндай астатөк рахат өмірді олар Италияда көрмеген де шығар. Бірақ бұлардың өзі түк болмай қалды. Бір апамнан өткен сорақы демекші, сахнада сайқымазақтықпен даңқы шыққан ресейлік Comedy Club әзіл шоу тобы тілі мен жағына сүйенген жылмақай жігіттерін жинап алды. Канададан цирк Дюсселей циркін бүкіл ұжыммен алдырды. Әуелде жасөспірім балаларды таңғалдырып тамсандыру үшін арналған осы бір өнердің жеңілтектеу түріне Қазақстан Республикасының саяси элитасы баладан бетер мәз болды. Той мұнымен тоқтамады. Біздің инфантилист шенеуніктер құмары қанбаған екен. Олар бейне бір соғыс кезінде ойынға құмары қанбай қалған кембағал ұрпақ құсап, жартылай өнерімен, жартылай жарнаманың күшімен жұлдызатанған ортанқол өнерпаздың бәрін Астанаға шақыра берді. Америкалық Limp Bizkit рок группасы, италиялық 58 жасар Эрос Рамазотти, тайвань әншісі Терри Лин, ағылшындық Софи Элис Бекстор, ресейлік Кристина Орбакейта. Кімсіңдер? Орбакайта. Ресейлік Полина Гагарина, Егор Крид, Тимоти Мод, L1, Кристина Си, B2 топтары төрді бермес құрметті қонаққа айналды. Егер әкесінен қалған ақша болса, жекеменшік тойына кім шақырса да өзі біледі. Бірақ мемлекеттік мерекеге ұлттық қордың ақшасын шашып, азғантай топтың көңілін көтеру кәдімгідей қылмыс. 2018 жылы Астана қаласының 20 жылдығына америкалық әнші Эджил Блуды шақырды. Корейлік Бойфренд тобы келді және Голливуд жұлдызы Стивен Сигалды шақырды. Ресейден 1980 жылы құрылған Forward тобы мен 1989 жылы құрылған Нана тобы келді. Одан бөлек Крек, Карандаш, Пицца сияқты ресейлік топтарда болды. Қазақ мәдениетінің басына сор болып жабысқан осы Астана күні қазақ халқын артық кемі жоқ дәл 10 жыл діңкілдетті. Бұл күнгі мал шашудың тағы бір астарлы себебі бар еді. Шілденің 6 жұлдызына бекітілген бұл мереке Назарбаевтың туған күніне кездейсоқ дәл келгені қосымша соққы болды. Патшаның туған күнін лайықты атап өту деген орта ғасырлық түсінік қазақ мәдениетінің түбіне жетуге сәл-ақ қалды. Қазақ халқына Құдайдың жаны ашыды ма? 2019 жылы осы мерекенің бастауына бір апта қалғанда, яғни 24 маусымда Арыс қаласында жойқын апат болды. Ауған соғысынан бері жиналып жатқан әскери қоймадағы қисапсыз бомбаға от тиіп, бірнеше күн тоқтаусыз жарылды. Қаланың тұрғындары бас сауғалап, жан-жаққа босып кетті. Осындай трагедияның қабатында дүркіретіп туған күн атап өтудің
реті келмей қалды. Ал 2020 жылы әлемдік пандемия бұрқ ете қалды. Той тағы да жайына қалды. Бірақ соның өзінде намыссыз шенеуніктер халық ковид дертіне жапа шегіп, шыбындай қырылып жатқанда бірнеше от шашу атып үлгерді. 2021 жылы пандемия тағы да мал шашуға мүмкіндік бермеді. 2022 жылы қанды қаңтар оқиғасы болды да, патшаның басынан бағы, астынан тағы тайды. Қазақстан қоғамына үстемдік орнатқан қаралы көңіл күй 6 шілдені тағы да тойлатпай тастады. 2008 жылы Уитни Хьюстонды шақырумен басталған даңғаза той 2018 жылы Нана тобының жорғала деген әнімен аяқталды. Астананың мерекесінің осындай әнмен бітуін жаман ырымға да балауға болады. Қазақ мәдениеті тура мағынасында шетелдік өнерпаздардың алдында құрдай жорғалап кетті. Осы мағынасыз мал шашуды шырқау шегіне жеткізген мәдениет министрі Мұхаммед-Әлиұлының үстінен 2023 жылы жемқорлыққа қатысты іс қозғалды. Экс-министр журналистердің «жағдайыңыз қалай?» деген сұрағына қазір СИЗОда жатып йогамен айналысып жатқанын айтты. Сол жылы 22 маусымда 8 жылға сотталды.